Ассалаумағалейкум, қазақ елі, сіздермен бірге pddtest.kz сайтының жүргізушісі Адлет Жүнісов. Алдыңғы сабақта біз сіздермен ақпараттық көрсеткіш белгілерін өткенбіз. Егер де көрмесеңіздер, онда осы жерге басып өтулеріңізге болады. Бүгінгі сабақта біз сервистік белгілерін өтеміз. Негізгі бұрын сервис белгілері қызмет көрсету белгілері болып аталған. Қазір кітаптарда бүйтіп ауыстырды, атауын сервис белгілері деп. Сервис белгілері тиісті объектілердің орналасуы туралы хабардар етеді. Бірінші белгіміз алғашқы медициналық көмек көрсету пункті. Аурухана, автожаңарма қою станциясы. Сұйықталған газдағы жаңарма қою станциясы. Сығымдалған табиғи газдағы жаңарма қою станциясы. Автомобильдерге техникалық көмек көрсету. Автомобильдерді жуу. Телефон. Тамақтану пункті ауыз су. Қонақ үй немесе мотель, келесі белгіміз кемпинг. Демалыс орны, полиция бекеті. Көліктік бақылау бекеті. Полиция. Жол жүрісі туралы ақпарат беретін радиостанция қабылдау аймағы. Авариялық қызметтермен радиобайланыс аймағы. Бассейн немесе жағажай, дәретхана. Құрметті оқырмандар, осы видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, сіздерге pddtest.kz сайтынан жеңілдік болады. Жеңілдікті алу үшін видеоның астында сілтеме бар, соған тіркеліңіздер. Содан кейін менің WhatsApp-ыма жазыңыздар аты жөндеріңізді. Сіздермен бірге pddtest.kz сайтының жүргізушісі Адлет Жүнісов, бізбен бірге болыңыздар.